Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы контрацепция түрлері және олардың қолданылуы мен маңызы. Оқу мақсаты 9.2.1.5 контрацепцияның маңызы мен түрлерін түсіндіру. Ең алдымен біз контрацепция не дегенге тоқталайық. Контрацепция бұл үнемі және кездейсоқ жыныстық өмір барысында қалаулы емес жүктіліктен сақтану, яғни дүниеге сәбидің алып келуін тоқтату. Контрацепцияның түрлері табиғи түрлері болады және жасанды. Табиғи түрлері температуралық әдіс пен овуляциялық әдіс болып екіге бөлінеді. Ал контрацепцияның жасанды әдістері механикалық әдістер, химиялық әдістер, гормоналды әдістер, хирургиялық әдістер және иммуноконтрацептивті әдістер болып бөлінеді. Табиғи әдіс, яғни итіркір кезінде әйел ағзасында температура өзгерістеріне қарап овуляция күндерін анықтау температуралық әдістің негізі болып саналады. Яғни алдыңғы сабақта сіздерде овуляция кезін, яғни жұмыртқаның пісіп жетілу кезінде, яғни дене температурасы, яғни ананың температурасы өседі, сол арқылы байқауға болады. Бұл өсу прогестеронның бөліну, яғни прогестерон гормонының бөліну нәтижесінде болады. Контрацепцияның бұл әдісі сенімді емес болып саналады және дене температурасы күнде бірдей жағдайда өлшену керек. Сонымен қатар басқа да сыртқы факторлар, мысалы күйзеліс, аурулар, саяхатқа шығу, әсіресе жас әйелдердің етеккір мерзімі кезеңнен бұзылуына әкелуі мүмкін. Овуляциялық әдіс. Бұл Биллингс әдісі деп те атайды. Цервикалды шырыш жабысқақтығының өзгерісін бақылау арқылы овуляция күндерін анықтауға негізделеді. Етеккір кезінде цервикалды шырыштың консистенциясы, созылғыштығы және жабысқақтығы өзгеріп отырады. Бақылаудың қиындығы мен кездейсоқтығы бұл әдістің қолдану тиімділігіне әсер етуі мүмкін. Яғни бұл табиғи әдіс 100%, яғни көп алдын алуға мүмкіндік береді. Келесі видеоға назар аударыңыздар. Мини-дәрілер, инъекциялар, импланттар, пластырлер, жүктілікке қарсы жатыр ішіне қойылатын құралдар. Бұл әдістердің барлығы ағзаға химиялық заттарды енгізу арқылы жоспарланбаған жүктіліктің алдын алуға арналған. Табиғи тұрғыдан қарағанда, мидан және аналық безден бөлінетін гормондар әйелдің менструальды циклына жауап береді. Ол ай сайын аналық жасушаның бөлінуін, яғни овуляцияны шақырады. Осының әсерінен жатырда ұрықтануға қолайлы жағдай туындайды. Осы циклды басқару үшін контрацепцияның химиялық тәсілдерінде жасанды гормондар қолданылады. Құрамаральды контрацептивтер немесе жүктілікке қарсы дәрілер екі аналық жыныс гормоны эстроген мен прогестагеннен тұрады. Олар гипофизден табиғи жыныс гормондарының бөлінуін тежеп, ай сайын бөлінетін аналық жасушаның шығарылуын тоқтатады. Химиялық заттар жатыр мойнының шырышын қоюландырып, шәуеттің жатырға жетуін қиындатады. Олар сондай-ақ жатыр қабырғасын жұқарту арқылы ұрықтанған аналық жасушаның жатыр қабырғасына қыстырылып, жетілуін тежейді. Егер контрацепцияның бұл тәсілі дұрыс қолданылса, ол жүктіліктен 99%-ға дейін қорғай алады. Яғни жыныстық қатынасқа түсіп жүрген 100 әйел дәріні 1 жыл бойы қабылдаса, статистика бойынша олардың тек біреуі ғана жүкті болады. Таза прогестагендік немесе мини-дәрілердің құрама дәріден айырмашылығы, оның тек прогестагеннен тұратындығында, оның құрамында эстроген жоқ. Оның құрама дәрілерге қарағанда тиімділігі сәл төмен болуы мүмкін, бірақ ол әлдеқайда қауіпсіз. Дәріні күнделікті қабылдау шарт.
Тіпті бір реттік қабылдамаудың өзі дәрінің тиімділігін азайтуы мүмкін. Бұл жүктіліктің алдын алудың өзге де жолдарын дамытуға итермеледі. Мысалы, пластырлер, импланттар және инъекциялар. Олар қорғаныс тиімділігін әлдеқайда арттырады. Химиялық контрацептивтер әр алуан болғанымен, олардың мақсаты бір – жүктілікті болдырмау. Алайда контрацепцияның ешқандай гормональдық тәсілі жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулардан қорғай алмайды. Оған тек мүшеқаптар керек. Шәует аналық жасушаға жетпейінше, әйел жүкті бола алмайды. Жүктілікті болдырмаудың бір тәсілі шәуеттің нысанаға ешқашан жете алмайтынына сенімді болу. Контрацепция амалдарының көптеген түрлері бар. Бірақ олардың бәрі бірдей қағидамен жұмыс істейді. Олар аналық жасуша орналасқан жоғарғы жыныс жолдарына шәуетті жібермейді. Физикалық бөгеулер шәует жолдарын жауып тастайды. Олар диафрагма мен қалпақша секілді қынап ішінде орналасып, шәуеттің жатырға өтуін бөгейді. Сонымен қатар оларға ерлер мен әйелдердің мүшеқаптар секілді ағза сұйықтарының алмасуын тежеушілер де жатады. Мүшеқап сияқты физикалық бөгеулер, көбіне химиялық бөгеулер спермицидтермен бірге қолданылады. Олар жанасқан кезде шәуетті жояды, немесе әлсіздендіреді. Соның салдарынан шәует аналық жасушаға жете алмайды. Бүгінде ерлер мүшеқабы ең тиімді бөгеу тәсілі болып табылады. Дұрыс қолданған жағдайда олардың тиімділігі 98%-ды құрайды. Яғни контрацепцияның осы түрін бір жыл ішінде 100 әйел қолданса, статистика бойынша олардың 2 ғана жүкті бола алады. Егер дұрыс қолданылмаса, жүктіліктің орын алу мүмкіндігі әлдеқайда артады. Бұрынғы тәсілдер мұншалықты тиімді емес еді. Деректерге қарағанда, римдіктер ешкінің қуық қабын қолданған. 18 ғасырда мүшеқаптар көбінесе зығыр матадан немесе жануарлардың терісінен жасалған. Тек 19 ғасырда ғана резеңке мүшеқаптар шығарыла бастады. Олар жұқа латекстен немесе пластиктен жасалатын бүгінгі мүшеқаптарға өте ұқсас болды. Бұл материалдар шәуеттің өтуіне жол бермей, жүктіліктен сақтайды. Сондай-ақ олардың маңызды қосалқы рөлі бар. Мүшеқап ағза сұйықтарының алмасуын тежеу арқылы хламидиоз және аив сияқты жыныс жолымен берілетін жұқпалы аурулардың таралуына жол бермейді. Бұл мүшеқаптарды контрацепциялық дәрілер сияқты жүктіліктің алдын алудың өзге түрлерінен ерекшелендіреді. Әлем бойынша жылына 10 миллиардтан астам мүшеқап қолданылады. Олар жыныстық жолмен берілетін аурулар мен жүктіліктен қорғанудың жалғыз жолы болып табылады. Контрацепция әр түрлі күйде мыңдаған жылдар бойы пайдаланылып келеді. Лимоннан қолтырауын терісіне дейін, тиімділігі мен ғылыми негізі әр түрлі деңгейде болатын сан алуан әдіс жыныстық қатынасқа түсетін жұптарды жүктіліктен сақтау үшін қолданылып келді. Бүгінгі таңда медицина ғылымы әлдеқайда сенімдірек әдістерді ұсынуда. Ең танымал әдістердің бірі болып саналатын оральді контрацептивтер тек 1960 жыл ғана қолданысқа енді. Америкалық дәрігер Грегори Пинкус әйел ағзасында жүктілік кезінде қайта ұрықтануды болдырмайтын арнайы гормон бөлінетінін анықтап, соған ұқсас дәрі ойлап шығарды. Оның құрамындағы әйелдердің екі жыныстық гормоны эстроген мен прогестаген жүктілікті болдырмау үшін жұмыртқа жасушасының ай сайын бөлінуін тежейтіндей мөлшерде болды. Бұл дәрілер алғашында күйеуге шыққан әйелдерге ғана қолжетімді болғанымен, кейін отбасын жоспарлаудың үздік жетістігіне айналды.
Алайда дәрідегі эстрогеннің жоғары деңгейі кейбір қауіпті жанама әсерлердің туындауына әкелді. Мысалы, қан ұюының пайда болуы. Содан кейін 1970 жылдардың басында кішірек дәрілер шығарыла бастады. Құрамында жалғыз прогестаген гормон болатын бұл дәрілер жанама әсерлерге оңай шалдығатын темекі шегушілер мен егде жастағы әйелдер үшін өндірілді. Уақыт өте бастапқы немесе құрамдастырылған дәрінің жанама әсерлері күрт төмендеді. Себебі гормондардың үйлесімі мен мөлшері өзгертілген болатын. Қазіргі кезде дәрінің 20-дан астам түрі әлемдегі 100 миллионнан астам әйелге қажетсіз жүктіліктен сақтануға мүмкіндік береді. Дәрі 1960 жылдары алғаш рет шығарылғанда жүктілікті болдырмайтын қауіпсіз жыныстық қатынастың шешімі сияқты көрінген еді. Алайда оральдық контрацептивтік дәрілер жыныстық жолмен берілетін аурулардан қорғамайды. Тек мүшеғап қана ағзадан бөлінетін сұйықтыққа бөге болу арқылы аурудың алдын алды. Аурудың жыныстық жолмен берілу қаупі мен АИВ сияқты жаңа вирус түрлерінің пайда болуы дәрінің қауіпсіз жыныстық қатынастың тиімді тәсілі бола алмайтындығын көрсетеді.